Ерте-ертеде ешкі жүні бөртеді. Орал қаласында, Жәнібек ауданында, Жәнібек ауылында Гүлмаржан есімді мейірімді әлеуметтік педагог өмір сүріпті. Бұл кісі жай ғана мұғалім емес, әр баланың жан дүниесін түсінетін, қиындыққа тап болғандарға қанат болатын жанашыр жан екен деседі. 1988 жылдың көктемінде 26 сәуір күні, күн мен гүлдер бірге күлгенде, Гүлмаржан дүние есігін ашыпты. Өзі кішкентайынан мейірімді, сабырлы, достарының сырын тыңдай білетін ақылды. Сол себепті болар, ол ер жеткенде әлеуметтік педагог болуды армандапты. Арманын арқалап, Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде білім алыпты. Сол біліммен қаруланып, 10 жылдан бері ұстаздық етіпті. Жұмыс орны Жароков атындағы мектеп, ол жерде әр бала бір жұлдыз, ал Гүлмаржан соларға жол сілтейтін ай сияқты. Санаты педагог, жүрегі шексіз мейірім мен сенімге толы. Гүлмаржан апай әсіресе тұрмысы төмен отбасынан шыққан балаларды ерекше назарда ұстайды екен. Әр бала бақытты болуға лайық деп айтатын көрінеді. Ол балаларды демеп, жол көрсетіп, жағдайын түсініп, жанынан табылып жүреді екен. Сөйтіп, ауыл аймақта бұл біздің жүрекке жылуын тарататын періштеміз деп мақтан тұтатын болыпты. Міне, осы ертегі әлі жалғасуда. Өйткені Гүлмаржан апай күнде жаңа үмітке жол ашып, бақытты балалық шақтың шырағын жағып жүр екен. Сол ауылда бір жан болып, жарық шашқан күндей болып, бар баланың қамын жеген, Гүлмаржан апай өмір сүрген. Орал деген үлкен алы, туған жер ол дала, көктем келген айнала. Балалықтан мейірімді, кішіпейілияң еді, әр досын жанын ұғып, анасындай сүйреді. Арман қуып алға ұмтылып, Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіне бет бұрып, оқып білім алып, болсам деп тұнып, әлеуметтік педагог боп жүрекпенен жылдап, өзін өзі танытты да, үйретіпті кең жазық. 10 жыл бойы осы жолда шаршамастан алға барды. Жароков атындағы мектеп оның алтын бағы. Жәнібек ауданы оның жүрегі, Гүлмаржан оның тегі. Жақсылықты көптеп жасап бала үшін күйеді. Көп баланың тағдырына жан жылуын береді. Тұрмысы төмен болса да түңілмесін дейді не. Бірі киім, бірі тамақ, бірі кеңес, бірі шара. Қайсы бала көмек сұраса да тастамайды ешқашанда. Педагогтың тер төккен, тыңдай алам жүрек сөзін. Көмек күткен бала үшін сөнбеге үміт көзім. Жан жарасын емдеуге де, жол көрсетім көлеңке де. Шәкірттердің шаты күлкісі, еңбегім соған себеп. Бұл ертегі шын өмірде, жай сөз емес жүрекпенен. Ұстаз жайлы шынайы жыр, бала жүрек тілекпенен. Ертегі әлі жалғасады, жылдар бойы жаңғырады. Гүлмаржан апай жүрген жол ізгіліктің шамшырағы. Тұрмысы төменді тірек еткен, бала үмітін жүрекпенен жүреткен. Үздік әлеуметтік педагог атанар лайық жан, мейірім мен шуақты бірге берген. Шаршамастан алға бар, Жароков атындағы мектеп оның алтын бағы. Жәнібек ауданы оның жүрегі, Гүлмаржан оның тегі. Жақсылықты көптеп жасап бала үшін күйеді. Көп баланың тағдырына жан жылуын береді. Тұрмысы төмен болса да түңілмесін дейді не. Бірі киім, бірі тамақ, бірі кеңес, бірі шара. Қайсы бала көмек сұраса да тастамайды ешқашанда. Педагог